Қызғанышты қалай жеңуге болады? Ең алдымен, қызғаныштың себебін анықтау керек. Сіз өзіңізге сенімсіздік танытасыз ба? Әлде серігіңізге сенбейсіз бе? Себебін түсінсеңіз, онымен күресу оңайырақ болады. Өзіңізге сенімді болыңыз. Сіздің жақсы қасиеттеріңізді еске түсіріңіз. Өзіңізді жақсы көріңіз және бағалаңыз. Өзіне сенімді адам қызғанышқа аз бейім болады. Серігіңізбен ашық сөйлесіңіз. Қызғаныш сезімі туралы айтыңыз. Бірақ айыптаудан аулақ болыңыз. Мен қызғанамын өйткені деп бастаңыз. Серігіңізге сенім артыңыз. Егер сіз оған сенбесеңіз, қарым-қатынасыңыздың болашағы жоқ. Сенім кез келген қарым-қатынастың негізі. Серігіңізге махаббатыңызды көрсетіңіз. Оны қолдаңыз. Бірге уақыт өткізіңіз. Махаббат пен қолдау қызғанышты сейілтеді. Егер қызғанышты жеңу қиын болса, маманнан көмек сұраңыз. Психолог немесе кеңесші сізге көмектесе алады. Есіңізде болсын, сіз жалғыз емессіз.